Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы карбон қышқылдарының изомерленуі мен номенклатурасы. Карбонилді қосылыстар, альдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары. Карбон қышқылдары дегеніміз құрамында функционалдық карбоксил тобы COOH бар көмірсутектердің туындылары. Мысалы, құмырсқа қышқылы, сірке қышқылы. Карбон қышқылдарының классификациясы: бір негізді, бір карбоксил тобы болса, екі негізді, егер құрамында екі карбоксил тобы болса. Мысалы, қымыздық қышқылы екі негізді карбон қышқылына жатады. Малон қышқылы мен янтарь қышқылдары да екі негізді карбон қышқылдарына жатады. Көп негізді, үш немесе одан да көп карбоксил тобы бар қосылыстарға лимон қышқылы жатады. Қанықпаған қышқылдарға кротон қышқылы, акрил қышқылы және олеин қышқылдары жатады. Қаныққан бір негізді карбон қышқылдарын жүйелік номенклатура бойынша атау үшін қаныққан көмірсутектердің атына қышқыл деген сөзді қосады. Мысалы, метан қышқылы немесе CH3COOH, этан қышқылы. Яғни, мына берілген кестеде карбон қышқылдарының жүйелік номенклатура бойынша аталуы және тривиалды номенклатура бойынша аталуы берілген. Карбон қышқылдарының изомерлері: C4H8O2, бутан қышқылы, 2 метил пропион қышқылы, этил ацетат немесе сірке қышқылының этилэфирі. Келесі карбон қышқылдарын атаңдар. Бірінші формула: 2 метил бутан қышқылы. Екінші формула: 3 метил бутан қышқылы. Үшінші формула: 2,2 диметил пропан қышқылы. Келесі тапсырма: құрамы C5H10O2 формуласына сәйкес карбон қышқылының барлық изомерлерінің құрылымдық формулалары мен атауларын жазыңдар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.